Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше әдіспен қайнатылып жасалатын батон нандардың жасалу жолымен бөліскім келеді. Нанымыз өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 400 грамм жылы суымызды құямыз. Үстіне бір ас қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және бір ас қасық шекерімізді саламыз. 1-2 минутқа бетін жауып қоямыз. 1-2 минуттан кейін үстіне жарты ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де 50 грамм сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне електен өткен ұнымызды салып, қамыр илейміз. Осындай ерекше нан рецебінің толық грамын мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Ендеше менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнымызды осылай бөліп салып отырып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Енді қамырымыздың бетін сұйық маймен майлап қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін бөліктерге бөліп аламыз. Және де сопақша формаға келтіреміз. Құрметті көрермендер, осындай ерекше әрі кереметтей рецептерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымызды сопақша формаға келтіріп алғаннан кейін осылай мата сүлгімізге орналастырып, бетін жауып тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта үлкен ыдысымызға су қайнатып қоямыз. Осы суға нандарымызды 2 минутқа салып аламыз. Байқасаңыздар, нандарымыз кішкене ісініп жатыр. Бір бетін 1 минут ұстаймыз, және екінші бетін аударып 1 минут ұстаймыз. Одан артық ұстамаңыздар. Енді қамырларымызды сүзіп алып, табамызға саламыз. Біздің нандарымыздың ерекшелігі дәл осы жерде суға бір қайнатып алуында. Осылай нанымыздың беттерін өткір пышақпенен кесіп аламыз. Сонда батонымызға ұқсайды. Бетіне май жағып, 180-250 градуста пешке пісіріп аламыз. Міне біздің нандарымыз дайын болды. Іші жұмсақ, сырты қытырлақ, өте дәмді, ыстықтай жесеңіздер, дәмі керемет. Егер де видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментария бөлімінде пікір қалдыруыңызды ұмытпаңыздар. Және де каналға подписаться деп тіркеліп қойыңыздар. Міне нанымыздың арасы да толық пісті.